Бәріңе сәлем, мен экология Сайрам Санжар боламын. Бүгін ауылымыздың экологиялық жағдайы және суды, энергияны қалай үнемдеу жайында айтатын боламын. Су тіршілік көзі. Жер шарында 96,5-97,5 су пайызы болса, 12,5-3% тұщы су. Тұщы су аз болғандықтан суды үнемдеуіміз керек. Суды үнемді пайдаланыңыздар. Біздің Қонақай өзені. Экологиялық жағдай бойынша біздің су өте таза деп есептеймін. Себебі біз оның қасына қоқыс тастамаймыз. Қоқыс жай ғана зиянды заттар емес. Қоқыс біздің табиғатқа тастаған зиянды әрекетіміз. Қоқыстар жүздеген жылдар бойы жойылмай жата береді. Менің жақсы жаңалығым бар. Біз қоқыстарды жаңадан өңдеп, сұрыптап, өңдей аламыз. Бір тал кетсең, 10 тал ек. Адам мен табиғаттың тілдескені, өмірдің үндескені. Табиғат таза болса, адам да сау. Табиғатты аялайық!